Арма ағайын Өркен медиа арнасының эфирінде жаңалықтар. Студияда мен Гүлшат Қайратқызы. Бүгінгі күннің ақпараттарына қысқаша шолу жасасақ. Қарттың қуанышы. Бүгін жомарт жандар Балқаштық еңбек ардагеріне пәтер кілтін сыйлады. Үй алуды көптен бері армандап жүрген едім, қуанышымда шек жоқ. Қыстық азық. Балқаш тұрғыны осы жазда 400 банка жапқан. Бүгін біраз сырымен бөлісті. Қонақ келгенде де ұят емес. Өзіміз компотымыз, соленье, варенье бәрі өзімізде. Спортшылар жеңісі. Балқаштық Бертіс клубы түнгі әуесқой хоккей лигасында 3 ойынның екеуінде жеңіске жетті. Әлі талай белестерді бағындыратынымызға көзім жетеді. Қарағанды облысының маслихатында Балқашта туризмді дамыту мәселесі көтерілді. Онда қалалық маслихат хатшысы Қадыржан Телянов өңірдің мүмкіншілігі мен мәселелерін көтерді. Балқаш көлі сонау ашаршылық жылдары елге пана болған ерекше табиғи мекен. Ал қазір ел экономикасын дамытуға өз үлесін қосып отыр. 2018 жылы Балқаш Қазақстан Республикасындағы туристік аймақтардың ондығына кірді. Жаз айында Балқашта өткен халықаралық туристік форумда өңірдің мүмкіншілігі сөз болып мәселелер көтерілді. Шараға 80-ге жуық туроператорлар қатысты. Қасым-Жомарт Тоқаев өз жолдауында туризмді дамытып, экономиканы дамытуға баса назар аудару керектігін баса айтқан еді. Инфрақұрылымды қолға алып, білікті мамандарды тарту керек. Биыл Балқашқа 17 мың турист келіп, оларға 250 миллион теңге қызметі көрсетілген. 2030 жылға қарай Балқашқа келетін туристер санын 4 есе көбейту жоспарлануда. Туризмді дамыту жолдары алдымен Балқашта, кейін Қарағанды облыстық мәслихат отырысында талқыланды. Онда қалалық мәслихат хатшысы Қадыржан Телянов туристерді тарту үшін қандай іс-шаралар қолдану керектігін жіпке тізді. Мәселен, әуежайдың жағдайы, авиарейстерді субсидиялау, Қарағанды, Саяқ, Алматыға қатынайтын пойыз вагондарын көбейту және қаланың сыртқы келбетін көркейту секілді мәселелерді көтерді. В связи прозвучавшей недавно информации Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета о сокращении субсидий на авиарейсы, в том числе был назван и наш город. Причина якобы нет пассажиров, но, как я озвучил цифры, это не соответствует действительности. Поэтому балқашцы обращаются к руководству области поддержать нас и сделать эти рейсы круглогодичными. Көтерілген мәселелер бойынша нақты шешімдер қабылданатын болды. Барлығы кезең-кезеңмен іске асады. Гүлшат Қайратқызы, Айдана Несіпбай, Руслан Сепен, Өркен медиа. Бүгін қарттар күніне орай Мәдениет сарайында салтанатты жиын өтті. Онда қала әкімі Ораз Тәуірбеков мереке иелерін құттықтап өзінің ізгі тілегін жеткізді. Сіздерге зор денсаулық, ұзақ ғұмыр, баянды бақыт тілейміз. Бұл күні 50-ге жуық адам марапатқа ие болды. Қаланың қоғамдық өміріне белсене атсалысқаны үшін бірнеше қария шаһар басшысының құрмет грамотасымен және алғыс хатымен марапатталды. Одан бөлек мереке иелерін қалалық маслихат хатшысы Қадыржан Телянов және ардагерлер кеңесінің төрағасы Тайтөлеу Жұманов құттықтады. Салтанатты жиында салауатты өмір және спортты насихаттаушы, ата салтты, ұлттық тәрбие мен құндылықтарды дәріптеуші, ұлағатты тәлімгер номинациялары бойынша түрлі салада жұмыс істеп, жас ұрпақты тәрбиелеуге үлес қосқан қарттарды марапатқа ие болды. Ал ең үздік бастауыш ардагерлер ұйымы атағын орталық аурухана иеленді. Шара соңы кішкентай өнерпаздар дайындаған концертке ұласты. Балқаштық кәсіпкер еңбек ардагеріне пәтер сыйлады. 91 жастағы Анна Брожникова қиын жағдайға тап болып далада қалған. Кейін пәтер сұрап қала әкіміне барыпты. Ал қала басшысы өз уәдесінде тұрып демеушілер іздеп, бүгін қартқа пәтер кілтін өз қолымен табыстады. Қала тұрғыны Анна Брожникова қарттар күніне орай пәтер алды. Осыған дейін көмек кризистік орталығында тұрған 91 жастағы тыл ардагері енді 10 күннен кейін жаңа үйіне қоныс аударады. Қарияның бұл арманын орындауға қала әкімі Ораз Тәуірбековтің септігі тиген. Демеуші іздеп кәсіпкерлерден көмек көрсетулерін сұраған. Приятно, хорошо. Бүгін маған қала әкімі пәтер кілтін табыстады. Үй алуды көптен бері армандап жүрген едім, қуанышымда шек жоқ. Қала әкімі қолына гүл шоқтары мен сыйлығын алып, Тамара Павтунованың үйіне де қонаққа барды. Пришел поздравить вас специально, Тамара Син. Тыл ардагері Брянск облысында дүниеге келіп, сол жерде соғысқа қатысқан. 1949 жылы жолдасымен бірге Балқашқа көшіп келгеннен кейін металлургия цехына жұмысқа тұрып, сол жерден зейнетке шықты. Бүгінде 3 баланың анасы, 6 немере мен 12 шөберенің әжесі. Здоровья вам и долгих лет жизни еще. Хорошо? Ой, да куда же долго? Вперед, только вперед.
Бүгін аймақ басшысынан құттықтау тілекті қаламыздың жасы ең үлкен тұрғыны Данагүл Құрбанбаева қабыл алды. Биылғы жылы ол өзінің 102-ші туған күнін тойлайды. Қазіргі таңда Қардана қызының отбасымен бірге өмір сүреді. Келген қонақтарға алғысы ретінде ақ батасын берді. Айдана Несіпбай, Руслан Сепен, Өркен Медиа. Мейрам иелеріне арналып қаламыздың барлық аулаларында мерекелік концерт өтті. Сәкен Сейфуллин атындағы кітапхананың алдында қарттарымыз үшін нөмір 10-шы мектеп оқушылары өнерлерін ортаға салды. Бағдарлама барысында балалар ән шырқап, би билеп, өлеңдер оқыды. Мұндай концерттер Мұхамеджанов және Жидебай Батыр шағын аудандарында, Тампиев, Русаков, Желтоқсан көшелерінде, Астана аллеясында және қаламыздың басқа да көшелерінде қойылды. Мерекелік нөмірді мектеп оқушылары дайындаған. 10-шы мектептің балалары концерт қойып жатыр. Үлкен кісілерге, соларға көп-көп рахмет айтам. Осындай концерт жиі бола берсін. Үйдің жанында балалар объявление жазып дейсіз, подъездің тұсына соны көріп, келіп отырмыз көруге. Концертті біз есіктің жанында байлау жазылып тұрған содан көрдік. Содан кейін келіп отырмыз. Біз жақын тұрамыз. Ылғай осылай концерт бола берсін. Концерт өте жақсы. Ал келесі сюжетте қарттықты пайдалы әрі тиімді өткізіп жатқан қала тұрғындары жайлы айтатын боламыз. Зейнет жасында спорт пен қолөнерді хоббиге айналдырып жүрген кімдер? Оны алдағы материалдан көріңіздер. 67 жастағы қала тұрғыны Наталья Ли осыған дейін емханада мейірбике болып қызмет еткен. Зейнетке шыққан соң ол өз өміріне жаңашылдық сыйлағысы келеді. Сөйтіп зумбаға жазылады. Биыл оның осы би түрімен айналысқанына 5 жыл толып отыр. Хожу 3 раза в неделю. Мен осыған дейін ешқашан билеп көрмегем. Осы жерге келгенде өзімді жаңа қырымнан тани бастадым. 5 жыл ішінде ерініп биді тастаған кезім де болды. Бірақ дәл бүгін мен өз өмірімді зумбасыз елестете алмаймын. Она мне очень доставляет большую радость. Ал мынау ас үйдегі галереялық бұрыштың авторы 81 жастағы қала тұрғыны Клавдия Сахно. Кейуана 12 жыл бойы қолы қалт ете қалса кесте тігуді әдетке айналдырған. Ине мен жіпті, бисер мен лентаны серік еткен Клавдияның қолынан бүгінде 100-ден астам өнер туындысы жарық көрді. Одан бөлек қария балалар кітапханасында кесте тігу үйірмесінен аптасына 2 рет сабақ береді. Я вообще не думала, что я начну, когда... Мен қартайған кезде бірдеңеге араласуды, тіпті кесте тігуді бастаймын деп мүлде ойламадым. Бірақ бастағаннан кейін басымда ала алмай қалдым. Міне 12 жыл болды кесте тігу менің өмірімнің ажырамас бөлшегіне айналғанына. Бүгінде шаһарда 4000-ға жуық 70-тен асқан қария тұрады. Олардың 16-сы 95 жастан асқандар, ал ең үлкені қазір 101 жаста. Аруна Ғани, Серік Кисебаев, Өркен Медиа. Қыстың қамын жаз ойла, күн суытқанда тұздалған қытырлақ қияр мен қызанақты түрлі салат пен компот шырынды ішкенде әркімнің жаны сүйеді. Қысқа азық дайындау кезеңі әлі аяқталған жоқ. Алайда тағамдарды дәрумендерін сақтап, дұрыс жасаудың әдіс тәсілдерін білу маңызды. Бүгінгі кейіпкеріміз Әлия Көнтекова тосап пен салат, компот барлығын қосқанда 400-ге жуық банка жапқан. Бүгін арна тілшісі сол шаңырақта болып, консервлеудің құпиясын біліп қайтты. Балқаш тұрғыны Әлия Көнтекова күз бастала салысымен қыстың қамына кіріседі. Қысты дәмді лечо, тұзды қияр мен қызанақ шырынсыз елестете алмайды. Балалары да оларды сүйсініп жейді екен. Бұл істе 20 жылдық тәжірибесі бар ол бізге әуелі қияр тұздаудың қыр-сырын көрсетті. Тұз жақсы сіңіршін. Қиярды жаппас бұрын 2 сағат суға салып қойса, ащысы кетіп, бойындағы химикаттарынан тазарады. Стерилденген банкіге керекті өнімдерді салғаннан кейін ыстық су құйып, 10 минутқа қояды. Тұздықтарының атылып кетпеуінің бір сыры суын 2 рет ауыстырып төгетіндігінде екен. Тұздыққа толтырмай 2 ас қасық тұз, 1 шай қасық қант, жарты шай қасық лимон қышқылын қосады. Соңғы 3-ші суын құйғанда барып қақпағын мықтап жабады. Толық жабылғанына көз жеткізген соң жылы орынға 1 тәулікке төңкеріп қояды. Бұл кезекті 61-ші біздің түсірілім топпен жабылған тұздық болды. Су ақпаса, значит, закрытый. Итак, 1 суткаға жылы жерде тұрды. Мен өзім кішкентай кезде мектепте бізді үйретті, содан бері айналсам. Ыстық тамақпен, немен күшті, дәмді, тамақтың дәмді келтіреді. Қыста, например, витаминіне жетпейді ғой, бәрін ашып жібереміз. Қонақ келгенде де ұят емес. Өзіміз компотымыз, соленье, варенье бәрі өзімізде. Мама мен папамыздың арқасында бәрі дачада таңғы 5-тен тұрып арам шөбін жылады, суарады,
енді олсыз дача өспейді. Ендігі кезек компот яғни нәрсуға келді. Ол үшін 2 литрлік банкіге шамалы қара өрік, 1 дана алма, 3 кішірек саптаяқпен қарақат салады. Барлығы алдын ала жуылып кептірілген. Артынша 1 литр суын құйып 10 минутқа қояды. Межелі уақыт өткен соң суды ыдысқа құйып алып, оған 1 стақан қант қосып шарбат қайнатады. Қайнаған шарбатты банкіге қайта құйып нәрсу жабады. Цвет шыққан жоқ. На следующий день она будет прям такой цвет насыщенный. Қазір енді дачамыз бар. 17 жыл болды дачамыз бар. Бәрі дачадан жасаймыз. Огурцыды өзіміз өсіреміз. Помидор, алма, нелер, өрік бәрін дачадан. Мынадай помидор жабамыз. Мен өзім помидор өзім жапқан болады. Огурцы, сала десятка. Оны августтың аяғында жабылады. Бәрі піскенде. Мынадай компот өзіміздің өрігіміз, өзіміздің алмадан жабылады. Үй жағдайында жасалатын тұздық пен тосаптардың дүкендегімен салыстырғанда дәмі де сапасы да жоғары. Мұны бұл істе 20 жылдан аса тәжірибесі бар Әлия ханым жақсы білет. Қоймасында биылдың өзінде жабылған 400-ге жуық банкісі бар. Әрі керекті барлық көкөністер мен жемістерді отбасы мүшелері өз саяжайларында баптап өсіреді. Қыстың қамына білек түре кіріскен кейіпкеріміздің аязды күндері дастарханы дәруменге толы тәтті дәмдіден босамасы анық. Рауан Ерболатова, Абылай Боранбай, Өркен Медиа. Балқаштық Бертс клубы түнгі әуесқой хоккей лигасында өнер көрсете бастады. Бүгінде команда 3 ойын өткізді, оның 2-і жеңіспен аяқталды. Осы маусымда балқаштықтар алғаш болып Тентек хоккей клубымен кездесті. Ойын барысында есепті шахтинсктер ашты. Артынша Бертс ойыншылары 3 голмен жауап берді. Бірақ келесі минуттарда қақпаға қарсыластар тарапынан 4 гол соғылып, кездесу 3-5 есебімен Тентек хоккей клуб командасының пайдасына шешілді. Ал келесі 2 ойын сәтті өтті. Мұз үстінде біздің хоккейшілер Приозерск командасымен кездесіп, оларды 5-0 есебімен ойсырата жеңді. Одан кейін қарағандылық жігіттер командасынан басым түсті. Қазір балқаштықтар турнир кестесінде 3-ші орында. Ойын 2 айналымда өтеді. Мықтылар плей-оффқа жолдама алады. Бізде мұз айдынның болмауына байланысты дайындықтар кезінде көптеген қиындықтар туындайды. Бірақ бұл қиындық команданы тоқтатпайды. Әлі талай белестерді бағындыратынымызға көзім жетеді. Арна тілшілері әзірлеген ақпараттар осындай. Ертеңгі эфирде жолыққанша аман сау болыңыздар.